Бір бар екен, бір жоқ екен. Қадым заманда Рамазан, Раяна һәм де оның аюлары болыпты. Бір күні ол аюлар тоғайға түсіп қалыпты. Тоғайдағы аюлар менен танысып, дос болыпты. Өзлеріне жан біткеніне қуанып, күлісіп тұрыпты. Олар өзлеріне жан біткеніне қуанып тоғайда ойнап жүргенінде тоғай қасқырлары оларды жақ болып орап алыпты. Олар қорқып, олардан қашыпты. Олар қашып баратқанында тоғай маймылы оларды қасқырдан құтқарыпты. Олардың ішінде ең кенжесі балық «Мен Раянаны сағындым» деп тоғайда жылапты. Маймыл да «Мен де Рамазанды сағындым, үйімізді сағындым» деп жылапты ол да. Біздер әммеміз үйімізді сағындық, енді үйімізде отырамыз Рамазан Раяна менен деп бір-бірін құшақлап тоғайда жыласып алыпты. Олар жолын давам етіпті, алдыларынан бір су шығыпты. Балық әммеден бұрын түсіп алыпты, ол жүдә қуаныпты. Шомылып болып, олар жолларын давам етіпті. Тоғайда бір үй, ата, әже шығыпты алдыларынан. Оларды көріп, олар қатты қуанып, құшақ